Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай әдемі көз жауын алатын ресторандағыдай сырниктерді қалайша үйде жасауға болатындығын көрсететін боламын. Ешқандай қиындығы жоқ, ортасының бәрі пісіп, дөп-дөңгелек әдемі болып шығады. Ендеше кірісейік. Керекті ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен таза табамызға творогымызды, яғни ірімшігімізді аламыз. Содан кейін оның үстіне бір дана жұмыртқамызды, шекерімізді және хош иіс беру үшін ванильді қантымызды салып, жақсылап шанышқының көмегімен езгілеп араластыратын боламыз. Достар, егер де сіздің творогыңыз сәл ылғалдау болатын болса, міндетті түрде ұн қосуды ұмытпаңыз. Менікі сәл ылғал болғандықтан 3 ас қасық ұн қостым. Ең алдымен шанышқының көмегімен жақсылап араластырып, содан кейін қолдың көмегімен сәл езгіледім. Ендігі кезекте өз лайфхагыммен бөлісейін. Әдемі дөп-дөңгелек етіп сырниктарды шығару үшін арнайы мына бауырсақ кесетін немесе печенье кесетін осындай формалар болады. Немесе егер де сіздің үйіңізде ауызғы жағы үлкендеу стакандар болатын болса, солардың көмегімен де әдемі дөңгелек форманы келтіруге болады. Қазір видеоның барысында барлығын көрсететін боламын. Тақтайымызға сәл ұн себелейміз, себебі творогымыз жабысып қалмауы керек. Содан кейін бір жұдырықтай творогымызды алып, қолдың көмегімен дөңгелетіп, екі жағын ұнға аунатып аламыз. Содан кейін дәл видеодағыдай жасасаңыз, дөп-дөңгелек сырниктарыңыз шыға келеді. Мінекей осылай ортасына салып алып, әрлі-берлі қозғасаңыз, шеткі жақтарының бәрі тегістеліп, дөп-дөңгелек болып, әдемі форманы бере қояды. Осылайша барлығын кішкентай бөліктен алып, дөңгелетіп, барлығына әдемі форманы беріп шығамыз. Содан кейін ғана барып пісіретін боламыз. Достар, каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді, лайктарыңызды қойып кетсеңіздер, алдағы уақытта ең оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Ендігі кезекте шай отқа қақпағы бар табамызды қойып, ішіне сәл ғана сұйық майымызды құйып, сәл қызғанын күтіп, содан кейін сырниктарымызды ақырын ғана формасын кетірмей орналастырып шығатын боламыз. Бұл жерде қақпағы бар деп міндетті түрде айтып жатқан себебі осылай орналастырып болғаннан кейін 2-3 минутқа қақпағын жауып қоятын боламыз. Сол кезде бір жағы қызарып және орта жағы пісетін болады. Мінекей 2-3 минуттан кейін бір жағы сәл қызарып пісті. Бұдан да сәл қызартып пісірулеріңізді сұраймын, себебі жақсы пісіп шығуы қажет. Мінекей екінші жағына аударып болғаннан кейін және қақпағын жауып, осылайша әдемі қызыл цветке енгенше пісіріп аламыз. Содан кейін әдемі деген тарелкаңызға орналастырып, әсемдеп қонақтарыңызға ұсынсаңыз болады. Немесе таңғы ас ретінде жеуге өте дәмді тағам болып табылады. Қараңыздаршы, сондай әдемі.